Ожегедова Ботагөз Қалдыбек қызы. Шымкент қалалық көзі көрмейтін және әлсіз көретін азаматтарға арналған арнайы кітапханасының Брайль кітаптарын шығару бөлімінің бөлім меңгерушісі. Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар. Шымкент қалалық көзі көрмейтін және әлсіз көретін азаматтарға арналған арнайы кітапхананың Брайль кітаптарын шығару бөлімі бүгін сіздерді саусақ ұшындағы әлеміне саяхаттауға шақырады. Здравствуйте! Добро пожаловать на страницы нашей библиотеки. В прошлый раз я познакомила вас с книгами для незрячих по системе Брайля. Как они выглядят, какими они бывают. А знаете ли вы, как они создаются? Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар. Бүгін біз сіздердің назарларыңызға ұлы ақын, композитор, философ, саясаткер, ағартушы Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына орай армысыздар. Шымкент қалалық көз көрмейтін және әлсіз көретін азаматтарға арналған арнайы кітапханасы сіздерді Брайль кітаптарын оқуға шақырады. Мы призываем всех вас к чтению книг по Брайлю, независимому информационному обогащению. Ожегедова Ботагөз Қалдыбек қызы 1975 жылы 9 желтоқсанда Шымкент қаласында дүниеге келген. 1993 жылы қалалық нөмірі 15 мектеп-лицейін үздік бітірді. Осы жылы Оңтүстік Қазақстан технологиялық университетіне оқуға түседі. Алайда сұм тағдырдың кесірінен 19 жасында бетіне кислота шашырап, көру қабілетінен айырылады. Ұзақ жылғы емделудің нәтижесі болмай, бірінші топ көз мүгедегі болып қалады. Алайда тағдырына мойынсынбай, зағип оқырмандардың қарпінде жазу, оқу және арнайы компьютерде жұмыс істеуді үйреніп, әрі қарай білімін жалғастырады. 2 жоғары білімі бар. Қазақстандық еңбек және әлеуметтік қатынастар академиясында заңгер және Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде кітапханашы мамандықтарын алады. Еңбек жолын Қазақ соқырлар қоғамында инструктор болып бастаған. Сол қоғамның бастауыш ұйымы төрайымы қызметін атқарған. 2010 жылы Шымкент қалалық арнайы кітапханасына редактор-тифлолог болып қызметке қабылданды. 2017 жылы Брайль кітаптарын шығару бөліміне кітапханашы болып ауыстырылып, 2018 жылы аталған бөлімнің бөлім меңгерушісі болып тағайындалады. Кітапханада істеген жылдар бойы ол өзін жақсы жағынан және мықты маман екендігін көрсете білді. Кітапхана өміріне белсенді атсалысады. Түрлі өтетін маңызды іс-шара кездесулерге қатысып, кітаптардың презентацияларын жасап, онлайн жұмыс түрлерін белсенді жүргізіп отырады. Кітапханада өтетін біліктілікті жоғарылату курстары мен семинарларға қатысып, өз кәсіби деңгейін жоғарылату үстінде. Тағдыр тауқыметімен орта жолда көз жанарынан айырылған жандарға ортаға бейімделуіне атсалысып, олардың өмірге құштарлығын оятып, рухани сауығып кетуіне көмек қолын созады. Істеген жұмыстарының еңбектері үшін басшылық тарапынан кәсіподақ ұйымынан түрлі алғыс хаттар мен марапаттаулар алған. Басшылық етіп отырған Брайль кітаптарын шығару бөлімінде жаңаша форматта кітаптар шығарып, қолданысқа енгізді. Бөлімінде басып шығарылған кітаптар 3 жыл қатарынан Орал, Алматы, Тараз қалаларында өткен республикалық байқауларда бас жүлделі орындарға ие болып, Шымкент қалалық арнайы кітапханасының мәртебесін биікке көтеріп келеді. Кітапхана саласынан тыс Ботагөз спорт саласында да биік белестерге жеткен. Шахматтан спорт шебері, зағип әйелдер арасында Шымкент қаласының чемпионы және түрлі республикалық чемпионаттарының жүлделі орын иесі. Ожегедова Ботагөз Шымкент қалалық арнайы кітапханасының мақтан тұтарлық үздік қызметкерінің бірі болып саналады.